Қалдарыңыз қалай? Саламатсыздар ма? Барлықтарыңызды мерекелеріңізбен құттықтаймын. Халықаралық әйелдер күні ертеңге келіп жететін құтты болсын. Барлықтарыңыздың жандарыңызға тыныштық, жүректеріңізге жылу, саналарыңыздың оңай әрі жылдам ашылуын тілеймін. Әйел бақытын тілеймін. Бүгінгі тақырып бізде тағдыр тармақтары жайында болатын болады. Нені көрдіңіздер ме? Видеоны. Бүгін инстаграмға жүктелген видеоны көрмесеңіздер, қазір эфирдан кейін көрсеңіздер болады. Тағдыр тармақтары туралы сол жерде тағы да ақпарат берілді және бір техника берілген болатын. Соны міндетті түрде жасауларыңыз қажет. Сізде құттықтаймын, рахмет. Бүгін кішкене ауырлау тақырып болуы мүмкін. Бот душалар туралы, параллельный вселенналар туралы, тағдыр тармақтары туралы әңгіме қозғайтын боламыз. Көрдік дейді. Керемет. Мен комментарияны өшірейін. Барлықтарыңызға рахмет құттықтап жатқан. Жалпы тағдыр тармақтары деген кезде параллельді әлемдерге келіп міндетті түрде тірелеміз. Түбін қазған кезде параллельді вселенныйға келіп тіреліп қаламыз. Және бұл параллельді әлемдер туралы көптеген теориялар бар, көптеген ғалымдар, ученыйлар әртүрлі дәлелдер келтіріп зерттеп кеткен, былайша айтқан кезде. 1970 жылдары осы параллельный вселенналар туралы, басқа ветка реальностьтар туралы өте көп ақпараттар ашыла бастады. Әртүрлі ғалымдар жан-жақтан зерттеп, өз арттарында белгілі бір теорияларды қалдырған болатын. Параллельді өлшем туралы ең үлкен теорияның бірі бұл теория струна деп аталынады. ютубтан, гуглдан көрсеңіздер болады. Осы туралы ақпараттар бар. Және параллельді әлемдер туралы зерттеген ең танымал ғалым ол Стивен Хокинг. Және Стивен Хокингтің «Вселенная Стивена Хокинга» деген киносы бар. Соны қарап көрсеңіздер болады. Осы кісі өте көп білімдерді, өте көп тәжірибелерді ашқан осы тақырып жайында. Және ол туралы кино түсірілген. Великобританияда жұмыс жасаған кісі, әртүрлі Кембриджда, Канада университеттерінде жұмыс жасаған, астролог болған, космолог болған, және өзінің денсаулығы кішкене сыр берген кісі болған, инвалидтау кішкене. И сонысына қарамастан өте көп жаңалықтарды ашып, осы параллельный әлемдер туралы бізге таныстырып кетті, былайша айтқан кезде. Жалпы бұл параллельді әлемдер туралы ақпараттар негізі өте көп. Ютубтан да қарасаңыздар болады, басқа жақтан да қарасаңыздар өте көп ақпараттар кездеседі. Бұл жерде қазір мен сіздерге айтатыным көбіне бот душалар туралы көбісі сұрап жатады, және негізгі душа туралы ақпарат беретін боламын. Бұл осы параллельді өлшемдермен, басқа да ветка реальностьтармен өте байланысты қызықты тақырып болатын болады. Біз бірнеше веткада қатар өмір сүреміз. Мысалға, мен қазір Дианамын, менің прошлойым бар, менің өткен шағым, болашағым бар, және менің бірнеше бот душаларым жерде өмір сүреді. Ең алғаш тақырыпты қарасаңыздар, мен айттым ғой, бірінші біз рухтан бөлініп шығамыз. И бөлініп шыққан кезде біздің душамыз 100% болады. 100% душа болған кезде олар адамдықтан аттамаған, көп нәрсені білетін, түсінетін, жаңағы әртүрлі сүмбілес сияқты басқа өркениеттермен байланыс алған сондай кісілер болған. И бұрынғы уақыттарда қанша қиын болса да өте көп ғалымдар болған, өте көп дәруіштер, жаңағы дінді зерттеген адамдар, ғалымдар өте көбірек болған қазіргі кезден салыстырған кезде. Біз одан кейін әртүрлі соғыс, қорлық
зомбылықтардан өтіп өз душамызды сол уақытта бөліп тастап кеттік та. Қазір переход жасайтын уақытта біздің душамыз 100%-дан 10% ғана қалған болуы мүмкін. И 10% душа 100% душамен салыстырғанда өте әлсіз, слабый, тез депрессияға түсіп кететін сондай болады. И олға нәрсеге қарамай біз осы 10% душа переходты алып шығу қажет. Енді қараңыз, бұл жерде негізгі душа деген бір ұғым бар. Главная душа. Главная душалар 10% ғой, міне сіздің душаңыз қазір 10% болса, сізді жерге түсіреді, және сіздің 10%-іңіздің где-то 1%-нан или 2%-нан бот душаларды жасайды. Яғни сізбен бірге қатар өмір сүретін бот душаларды жасайды, сіздің жаныңыздың бөлшегін алып. Ол душа сізден үлкен болуы мүмкін, 100 жыл артта, 100 жыл болашақта өмір сүре береді. Негізгі душа жерге түскен кезде осы бот душаларға жанын бөліп береді. Және мынандай адамдар болады. Жалпы бот душа дегеніміз бұл жаны жоқ адамдар деп аталады. Жанының проценті өте аз-ақ болады. Сіздің 1% душаңызды бөліп жасап берді ғой, оған где-то 0,1% ғана душа келеді сол кезде, или даже одан да көп. И ондай бот душаларды бірден байқауға болады. Көбіне бұларды матрицаны толтыру үшін жаратады. Яғни біздің айналамызды адамдарға толтыру үшін жасатады. Және олар как робот сияқты өмір сүреді. Көбіне бот душаларда бір нәрсеге қызығу, жаңағындай рухани білімдерге қызығу, іздену деген болмайды. Күнделікті жұмысына барады, келеді, өзіне қандай программа роттан келіп тұр, сол программамен жүреді да тұрады. Жертва болып келіп тұр ма, жертва болып жүре береді. И өмірінің соңына дейін жүре береді. Оны өзгертуге болады-ау деген бір ой келмейді. И адамдардың бәрі переходқа асығып, әртүрлі білім іздеп, ғылым іздеп атса, олар қара наны мен қара суын ішіп отыра береді. Олар көп нәрсеге қызықпайды. Және қазір біз әртүрлі адамдармен жұмыс жасап жатқандықтан, осы тақырыпта жұмыс жасап жатқандықтан, кәдімгі негізгі душа мен бот душаны ажырата алатындай дәрежеге жеттік. Бот душалардың көбіне былай көзіне қарасаң, олар пустой болып тұрады. Кәдімгі бір өлі куклаға қараған сияқты боласың. Ал негізгі душаға қараған кезде көзіне қарап, біраз ақпарат алып алуға болады. Бот душалар, былайша айтқанда, робот душалар. Олар жай ғана матрицаны толтыру үшін келіп тұр. Және басқа да орыстардың әртүрлі ченнелинг ақпараттарды қарасаңыздар, бәрінің айтатыны бір. Переходтан барлық адамдар өтпейді. Тек 20% ғана адам өтеді деп айтады. Яғни жерде 8 миллиард адам болатын болса, оның 20% ғана өтеді деп айтады. Яғни жердегі бүкіл адамдардың ішінде 20% ғана душа, бұл негізгі душа деген сөз. Қалған 80% душа осы матрицаны жерді толтыру үшін келген. Және әртүрлі катаклизмдар болған кезде, табиғи апаттар болған кезде қаза табатын душалардың көбі осы бот душалар. Жаппайандай қырғын болады ғой, мысалы жер сілкінісі деген сияқты, сол кезде қаза табатындар осы бот душалар болып саналады. Және бот душалар сол қандай программасы бар, сомен ғана өмір сүреді. Мысалға 40 жыл бойы бір орында отырып жұмыс жасай береді. Басқа жұмысты ауыстыру, басқа елге көшу дегенді естісе қатты қорқады. Мен осы жерге үйреніп қалдым, осы жер маған жақсы дейді да, өзінің родымен келіп тұрған қандай программалар бар, бір баласын уайымдап, бірдеңесін уайымдап қана солай өмір сүре береді да. Оған ғаламдық жұмыстар, әлемде болып жатқан нәрселер қатты қызық емес болады. Яғни кәдімгі бір физикалық тәндегі робот сияқты өмір сүреді. Негізгі душалар деген бұл ойынды ойнағанда, яғни өмір деген ойынды ойнағанда өте ярко ойнайды. Өте қиын, ауыр жол тағдырларын таңдап алады. Оларға барлығы қызық. Және негізгі душалар өткен өмірлерде қазіргі переходта міндетті түрде негізгі душа толады. Және өткен өмірлерде қараған кезде олар бір революция болатын кезде, бір мемлекет құрылатын кезде, болмаса мемлекет жаңағындай құлайтын, құлдырайтын кезде, дін келген кезде, әртүрлі өзгерістер келген кезде ғана толып отырады. Қалған кезде бізде көбіне жаңағы бот душаларымыз толады.
негізгі душаның опыты ол өте яркий болады. Мысалға біз айтамыз ғой, жерге түскен кезде көп адамдарды өлтіретін болатын болса, ол бірден бірнеше өмірдің несін алып кетеді, опытын алып кетеді. Оған екінің бірінің қолынан келмейді ғой, екінің бірі қандай да бір болсын душа оған келісе бермейді жерге түсетін кезде. Мынандай қиын опыттарды алып жаны жоғары көтерілген кезде оларға құрмет көрсетеді. Себебі өте үлкен ауыр жұмысты атқарып шықты деген сияқты. Біздің негізгі душаларымыз барлық тарихта қалған қиын оқиғаларда, көтерілістерде, өзгерістерде біздің барлығымыз сол жерде болғанбыз. Қазір біз өзіміздің бүкіл өткен воплощение мен бот душаларымызды ретке келтіріп переходтан өткізу үшін маңызды сәтте біз туылып тұрмыз. Және негізгі душалар өте жаңағындай бір орында отырмайтын, көп нәрсеге қызыға беретін, ананы бір оқып, мынаны бір оқып, бір 5 жылдың ішінде 2 рет болсын, 3 рет болсын жұмыс ауыстырып, басқа елге көшіп кетіп, әртүрлі бір орында тұрмай, ярко өмір сүретін болады. Және негізгі душаларда көбіне осындай эзотерикалық білімдерге, жоғарғы әлемге, сондай нәрселерге қызығушылық болады. Астрология, суцай деген сияқты бүкіл ілім білімге қызық болады. Сосын негізгі душалар коллективті немен жүргісі келмейді. Бүкіл адам коллективті сознание болса, негізгі душалар ол коллективті сознанияда қысылады, жүргісі келмейді. Бірақ та шығып кетейін десе, бүкіл адам қарсы шығады. Ол мысалға туылады, жұмыс жасайды, оқиды, үйленеді, белгілі бір жерге жұмысқа кіреді, бала шағасын асырайды, өледі. Осындай ғана сценариймен өмір сүреді, ол коллективті сознанияда өмір сүретіндер. Ал мына негізгі душалар бұған бағынғысы келмейді. Ол әртүрлі бір нәрсені айтады, мыналардан өзгеше болады, мыналардан бөлек болады. Сосын оны кішкентай кезінен мынау деген қиялма бірдеңе, неғып тып-тыныш өмір сүрмейсің, қайдағы нәрсені айтып тұрсың деген сияқты коллективті сознаниядан шығарғысы келмейді ол адамды. Ал негізгі душа ол жерде қысылады, шығып кетейін десе память жоқ, бірақ мыналардың айтқанын да тыңдау керек. Яғни біз мысалға осы сознаниядан шығып жатқан кезде өте көп кедергілер болады. Үйіңдегі адамдар қаныңды ішіп артқа қарай тарта береді. Бүкіл халық қарсы шығып жатыр ғой бізге, бүкілі қарсы шығады, это нормально. Мына жақтан бір шығып кетсең, өзіңнің жаныңмен бірігіп, бөлекше өзіңнің жаның қалаған әлемде өмір сүресің. Және негізгі душалар жүрген жерде үнемі адамдар қаптап кетеді. Мысалға дүкенге кірсе, артынан 5-6 адам кіріп кетеді, бір жерге барып бір нәрсені алса, оның саудасы өтіп кетеді. Жалпы негізгі душаны матрица жалғыз қалдырмайды. Мысалға, біз алдында құрбым бар менің, осы эфирда бар, сабақта бар, екеуміз тауға шығып кеттік. Тауға шығып, адам жүрмейтін, адамның аяғы баспаған бір жерге шығып кеттік. Еще қар жауып жатыр. Оған дейін қар кәдімгі тізеден асады, таудағы қар. Біз биік машина болды да, давай до конца барайық деп шығып кеттік. Сосын бір жерге барып қадалып қалдық. Уже машина не ары, не бері жүрмейді, қарға тіреліп қалдық. Машинаны ашып түссек, қар біздің уже тіземізден келеді. Мына жаққа адамның аяғы баспайды, қар жауып жатыр. Сосын мен ойланып тұрмын, қазір матрица мына жаққа біреулерді жібереді. Солай бір 15 минуттай тұрдық, суретке түстік, видеоға түсіріп, күліп сөйтіп тұрдық. Бірінің артынан бірі 3 машина келді сол жерге. Қарап тұрсаң, ана жерге адамның аяғы баспайды. Есі дұрыс адам ондай қарда, еще қар жауып тұрған кезде ол жаққа ешкім шықпайды. Бізге аяқ астынан 3 машина келіп, бізді шығарып, көмектесіп жіберді. Жалпы негізгі душаларды осылай матрица қалдырмайды ешқашан. Оны тіпті бір ауылдың түбіне апарып тастасаң да, сол жерде адамдар қаптап, тіршілік пайда болып кете береді. Негізгі душалардың задачасы кішкене ауырлау болады. Сіздер айтасыздар ғой, біз неғып оқып атырық, ізденіп атырық, бір нәрсені бітірсек, бір нәрсе шығып атыр, өткен өмірді бітіріп едік, енді цивилизация шығып атыр, цивилизацияны бітірсек, бот душа шығып атыр деп шаршап кетеміз да, шыны керек. Басқаларға қарас, вроде спокойно өмір сүріп жатады көбісі. Оларға ояну да міндетті емес, потому что олар просто бот душалар. Қазіргі кезде сіздің, мысалға мен Дианам, жаңа неде түсіндірдім ғой видеода, менің әртүрлі ветка реальностарым бар, тағдыр тармақтарым бар.
менің санам қалай ашылады, қалай жетеді, и менің тағдыр тармағым өзгере береді. Мысалға сіз осы күнге дейін әртүрлі таңдаулар жасадыңыз. И таңдаулардың нәтижесінде сіз қазір белгілі бір веткада тұрсыз. Мысалға сіз кішкентай болдыңыз, оқуға түстіңіз, мектепті бітіріп санаңыз уже үлкейген кезде сіз универге түстіңіз. Универге түсем деген ветканы таңдадыңыз. Универге түскеннен кейін сіз мен тұрмысқа шығам деген ветканы таңдадыңыз. Біз әр кезде әртүрлі таңдап, бір веткадан екіншісіне, үшіншісіне, төртіншісіне бүйтіп кетіп бара жатырмыз. Енді біздің қараңыз, өткен шағымызда, болашағымызда барлығы параллельно болып жатыр. Біздің болашағымыз уже жүріп жатыр мына жақта. Уже қалыптасып қойған. Бірақ сіз қазір, мысалға, 3-ші веткада тұрсыз, негізгі душа болып 3-ші веткада тұрсыз. Сіз 3-ші ветканың задачасын орындап түсінгеннен кейін, одан да үлкейлесі 4-ші веткаға ауысасыз. 4-ші ветканыкі біткеннен кейін 5-ші веткаға ауысасыз. Яғни біздің санамыз слой болып ашыла береді. Ашылған сайын біздің реальность ауыса береді. Мысалға, сіз мынандай өмір сүріп жатырсыз қазір. Тұрмыстасыз, кармический партнермен тұрмыстасыз, кармалық уақыт сізде 3 жыл, бірақ сіздің тұрып жатқаныңызға уже 10 жыл болды. 3 жылдан кейін сіздің кармалық уақытыңыз бітіп қойған, бірақ сіз оның карма екенде, бітіп қойғанда, ұққан да жоқсыз, түсінген де жоқсыз. Бірақ 10 жыл бойы одно и то же адаммен, одно и то же эмоциямен өмір сүріп келе жатырсыз, күресіп келе жатырсыз. Сіздің санаңыз әлі мынандай нәрсеге жетпей тұр да, мен болып тойдым, мен бұндай өмір сүргім келмейді деген нәрсеге жетпей тұр. Әлі тоймай тұрсыз. Егер де сіз санаңыз сол уақытта жылдам толып кетсе, сіз 3 жылдан кейін кармалық байланысты үзіп, уже келесі веткаға ауысып кетуіңізге болатын еді, бірақ сіз мынау бір орында тұрып қалдыңыз, бір веткада қыстырылып қалдыңыз. Потому что басқа ветканы сіз мына реальностьті қабылдап, сол реальностьтағы сабақтарды алмай, келесі веткаға сіз ауыса алмайсыз. Яғни сізге мына жердегі мына партнермен түсіну керек нәрсені түсінбей, сізге бір идеальный ақбозатты ханзада келіп үйіңізден алып кетпейді. Сіз мынаумен ажырасып кеткен күннің өзінде тура сондай басқа еркекті тауып аласыз, или басқа әйелді тауып аласыз. Түрлері басқаша, бірақ ситуация, сіздің оған деген сезімдеріңіз барлығы бірдей болады. Потому что сіз сана деңгейінде мына жақта осознание келіп, бір птичканы жапқан жоқсыз. Сіз әлі ол опытқа тойған жоқсыз. Қырыла беру, төмендете беру, ұрыса беру, сондай нәрсеге, боқтық сөздерді естуге әлі тойған жоқсыз. Солай жүргеніңізге 10 жыл болды. Сана деңгейінде болды, мен шаршадым, кетемін дейсті, 5 минуттан қайтадан барып қосылып аласыз. Потому что мына жер айтып тұр, сана ауызбен, бірақ мына жақта тұрған жоқ. Сіздің санаңыз уже есейіп көп нәрсені түсініп ұғынған кезде, мына опыт аяқталады. Сізде уже ана адамға ешқандай сезім қалмайды. Ол адам сізді боқтап жатыр ма, ренжітіп жатыр ма, измена істеп жүр ма, сізге уже бәрібір болады. Сосын сіз ішімнен болды, мен тойдым деген нәрсе келеді. Прям ол сөзбен емес, жүрекпен болады. Іштей болады. Болды, тойдым деген кезде, ана адам сізге жылап келсе де, қайтадан қосылайық десе де, сіз ішіңізде біліп тұрасыз, болды, мен мына опытты, шайналған сағызды қайтадан шайнамаймын, мен шайнап дәмін алып болдым дейсіз. Енді маған басқа нәрсе керек. Яғни сіз сол ситуацияда түсінесіз өзіңізге, тряпка болғым келмейді. Мен бұдан да жақсы өмірге лайықты екенмін. Басқаша да өмір сүруге болады екен. Анам айтқандай бір күйеумен ғана тұра беру керек емес екен. Анам айтқандай енемнің аяғына жалына беру керек емес екен. Коллективті сознаниядан уже қарсы шығасты, жаным үшін өмір сүрем деген бір сізде ішіңізде отклик болады. Сол кезде мен де жаным үшін өмір сүремін деген ер адамды кездестіресіз. Коллективті сознанияда жүрген кезде сіз коллективті сознаниядағы адамды кездестіресіз. Басқа реальностьқа өткен кезде сол реальностьтағы адамдарды кездестіресіз. Яғни біз бір нәрседен екінші реальностьқа өтуіміз үшін бізге түсінік керек. Егер түсінік санамыз ол нәрсеге жетпесе, біз ол нәрсені жалғастырып алып кете алмаймыз. Мысалға сіз қарапайым еден жуушысыз, сізді тұрады да мектеп директоры қойып қойса, сіз
басқара аласыз ба? Жоқ, басқара алмайсыз. Мектептің барлығын быт-шытын шығарасыз, білім жүйесін құртып жібересіз. Мынау еден жуушының санасында мына нені басқарып кетесіз, мектепті. И мына жердегі разрушение болады. Тура сол сияқты сіздің санаңыз қай жерде тұр, сол жердегі нәрселерді ғана көресіз, сол жердегі нәрселерді ғана притягивать етесіз. И басқа реальностьқа ауысу үшін полное разрушение болады. Мысалға, мен көріп тұрмын, болдым, мен тойдым, күйеуіме тойдым. Мен түсінемін, ол біз тән деңгейінде де, жан деңгейінде де, рух деңгейінде де уже бір-бірімізге сәйкес келмейміз. Біздің ортамызда тек привязанный бір чувство ғана бар, басқа еш нәрсе жоқ. Болдым, мен тойдым деген кезде сізде полный разрушение болады. Сіз қайтадан екеуіңіз бірінші кездескен кездегіден бастап бүкіл эмоцияларды есіңізге түсіріп шығасыз. Жақсы кездерін бірінші жаман кездер есіңізге түседі. Әрбір айтқан сөзі, боқтаған нәрсесі, ұрғаны түгел есіңізге түседі. Жек көресіз, прям жек көріп кетесіз. Содан кейін, біраз уақыттан кейін екеуіңіздің араларыңыздағы плюсовая бір күшті болған моменттер есіңізге түседі. И полный разрушение болады, арадағы сезім суиды, и келесі ветка реальностьқа түсесіз. Мына ветка мен мына ветканың арасында жол болады. Мына адам мынаған секіріп кете салмайсыз. Ана ертегідей мен Ақбоз атты ханзада келеді алып кете салады деген нәрсе болмайды. Кішкене өмірге реально қарау керек. Ол уже детская позиция болады. И міндетті түрде разрушение болады. Мысалға, сіз қазір веткада мен мықты психолог болғым келеді деп ойлап отырсыз, бірақ әлі психологияны бастаған жоқсыз. И сіз задача бересіз. Мен мықты психолог болуды таңдаймын деген кезде сізге матрица мықты психолог болатын ойындарды ойнатады. Яғни сондай тағдыр сценарийларын сіздің алдыңыздан ашады. Мықты психолог деген ол қандай? Өте білімді. Сізге придется 2 жылдап, 3 жылдап, 5 жылдап білім алуға. Мықты психолог деген ол минимум 1000 адаммен жұмыс жасаған адам. И сіз күні-түні 1000 адаммен жұмыс жасауыңыз керек болады. Мықты психолог ол ешкімнен қорықпайтын, сөзін анық жеткізетін адам. И сөзіңізді анық жеткізе алатындай, өз ойыңызды анық айта алатындай сізге жаңағы ойындар ойнатыла бастайды. Бір адам келіп уничтожать етеді сізді, аузыңызды айтқан нәрсеңіздің бәрін жоққа шығарады, істеген нәрсеңіздің бәрін жоққа шығарады. И сосын сіз, міне қараңдар, мен оқыдым, білдім, я знаю, кто я деген сияқты бір тіліңізді шығарады. И сосын сізде уже ол ойындар өміріңізден кете бастайды. И вот, сіз где-то 3 жылдың ішінде мықты психолог болып шықтыңыз. Сіз оны 3 жыл бұрын армандағансыз, и жоғарғы әлемге тапсырма бердіңіз, и 3 жылдың ішінде сізді мықты психолог болып шығарды. Или сіз балет бишісі болғыңыз келеді, мықты. И сіз тұрасыз да, мен балет бишісі болғым келеді деп Құдайдан дұға тілеп отыра бермейсіз ғой. Құдай айтады, ғаламда жоқ деген нәрсе жоқ, барлығына я деп айтады ғалам. Хорошо дейді да, сізге мықты балет болатын, балерина болатын ойындарды ойнатады. Бір жерге барасыз, балерина деген қандай арық болу керек. Сізді арықтататын бір ситуациялар келеді. Аурасыз деген сияқты. Или өте қатты жесткий диетада отыруыңыз керек болады. Сосын күні-түні дайындалуыңыз керек. Аяғыңыздың бәрі ойылып, күні-түні дайындалуыңыз керек. Сөйтіп сол жылдардан өткеннен кейін, 1-2 жылдан кейін қарасаң, уже сен мықты балерина болып шығасың. Яғни бір веткадан екінші ветка ауысатын кезде ортада міндетті түрде разрушение болады да, қайтадан қалыптасатын бір процесс болады. Олсыз никак. Мысалы, сіз үй аламын деп ойлайсыз ба? Сізге көзіңізді ашып қалғанда алдыңызда үй тұрмайды ғой. Сіз үйге ақша жинайсыз. Или ақша жинауға көмектесетін адамдар келеді. И ол адамға сіз энергияңызды бересіз, уақытыңызды бересіз. И сөйтіп сізге үй келеді. Яғни біз барлық нәрсені заслуживать етеміз, құрастырамыз. Біз ойымыз арқылы бүкіл нәрсені құрастырамыз. И бір веткадан екінші веткаға ауысатын кезде осындай ситуациялар болады. И қараңыз, жаңа айттым ғой, бүкіл сіздің болашағыңыз уже болып жатыр. Бір веткада сіз тұрмыстасыз, бала-шағаңыз бар, байдың әйелісіз. Бір веткада сіз жаңағындай өзіңіз күйеуіңізді асырап жүрген, бала-шағаңызды асырап жүрген әйел адамсыз, или ер адамсыз. Бір веткада сіз инвалидсіз. Олардың барлығы андай демо-версия болады ғой. Біз әнді жазып шығармас бұрын бірінші демо-версиясын жасап қоямыз ғой. Тура сол сияқты демо-версиясы дайын тұр. Симуляцияда тұр олар. Біз симуляцияда өмір сүреміз ғой. Симуляцияда тұр, яғни демо-версияда тұр. И мына негізгі душа тұрады да,
мен мынандай ойынды ойнағым келіп тұр деген кезде сол веткаға түседі. Яғни мынау біздің өткен шағымыз болып кетеді да, мына тұрған, мендегі тұрған главная душа ана Дианаға кетеді, болашақтағы Дианаға кетеді. Ол жердегі ойнап сабақтарын алып болғаннан келесі, яғни ана жер қатып қалған стопта тұр да олардың барлықшы, и мына душа сол жаққа барған кезде олар оянады. Процесс жүре бастайды, мынау сағаттың механизмі сияқты айнала бастайды. Яғни біздің өткен шағымызда, болашағымызда барлығы параллель болып жатыр деген сөз. Біз мынау өткен өмірдің кетеміз ғой ұшып жаңағы проект кезінде. Өткен өмірге барған кезде, мынау уақыттың ішіндегі уақытқа кіреміз да, сол сіздің мына душаңызда бір-біріне бүйтіп жалғанып тұрады да ол. И мына жердегі дұрыс жалғанбай қалған, или бір жер үзілейін деп тұрған жерді өмірді тауып аламыз да, сол өмірді реттейміз да, бір-бірімен қайтадан байланыстырамыз, сваркілеп реттейміз да, энергияны қайтадан бүйтіп жібереміз. Яғни біз уақыт ішіндегі уақытқа саяхаттаймыз. И сіздің ойыңызға келетін нәрселердің барлығы примерно болып жатқан веткадан келеді. Мысалға сіз көлік алғыңыз келеді, мысалы гелін алғыңыз келеді, значит сіз бір веткада сізде гелік бар деген сөз. И сіздің душаңыз ана веткаға барғысы келіп тұр деген сөз. И барамын деп шешім қабылдаған кезде мына жақта разрушение болады да, и қайта қалыптасу болады, и оның арасында где-то может быть 5 ай, может быть 1 жыл, может быть 5 жыл уақыт өтуі мүмкін. И сосын сіз сол веткаға барасыз. Содан кейін біздің ойымыздың барлығы міндетті түрде орындалады. Бүкіл ойымыз, особенно мынау сезім береміз ғой. Айттым алдында біздің ойымыз мынау неде тұрады, поляда тұрады деп. И полядағы ойды қабылдап алып, миымызға беріп, ол ДНК жасушаларды қалыптастырып, и біз оған сезім берген кезде ол міндетті түрде орындалады. Және бұл біздің өткен өмірдегі сезімдеріміз болашағымызды болуына, жазылуына әсер етеді. Мысалға, мына өмірде мен жүрдім да, мен біреу зорлап кетпес екен. Мысалға, менің прошлое воплощениемда менде зорлық деген жоқ. Бірақ менің подружкам айтып берді, настолько жылап тұрып, бүкіл эмоциямен айтып берді да, и менде ананың эмоциясын сезіндім, ойын қабылдап алдым да, и оған чувство бердім. Чувство берген кезде энергия туылады, уже сіз энергияны қалыптастырасыз, сондай энергия. И мына душа, мына өмірде сіз зорлаған жоқ, барлығы нормально болды, и келесі воплощениеда жасайтын кезде сіздің ана сезімдеріңіз тұрады. Сіз создавать еткен сезімдер тұрады. И сол сезімді алады да, келесі воплощениеда сізді, келесі сіздің жаңа кармалық байланысы бар душа именно сол зорлықты таңдайды. Мысалға, ақшамен, бір бәлемен өту керек болады ғой. Сіздің сезіміңіз мына жақта болып тұрған зорлану деген сізден андай не тұрды, вопросительный знак тұрды, и ана душа соның опытынан өтеді. И сіз қазір неден қорқасыз, оның барлығы орындалады. Осы өмірде болсын, или өткен өмірде болсын. Или сіз не нәрсені армандайсыз, и оның барлығы да орындалады. Біз ой арқылы создавать етеміз. Әсіресе ойға сезімді берген кезде ол өте қатты энергияға, кәдімгідей вопросительный знакпен энергия пайда болады да, и сол душаға қызық болады. И душа сондай ойынды ойнағысы келеді. И біздің душамызға просто ойнаған қызық. Бізде әртүрлі ситуациялар болған кезде біздің эгомызға ол ұнамайды ғой. Неге менде мұндай болып жатыр? Неге андай коллективді сознаниядан шыққымыз келмейді да? Анада үй бар, менде үй болу керек, көлік болу керек, әке-шешеме той жасап беруім керек, меккеге апаруым керек, бірдеме деген ғана бір ойлар болады. Негізгі душалар ойнағанда да олар кәдімгі сұмдық ойнайды. Сущностьтармен де контракт жасайды. Контракт жасап көреді. Барып біреуді зорлап та көреді. Бір өмірде хан болып елді, мемлекетті құрастырып та көреді. Бір өмірде беш болып құлдықты да көреді. Бүкіл опыттарда ойнайды. И даже бір өмірде өте ярко ойнайтын игроктар бар, яғни адамдар бар. Танымал адамдарды көбіне қарап отырған кезде, и өмірлерін примерно былай қарасаң, не деген мықты ойыншы деп ойлайсың да. Елдің сөзінен де қорықпайды, елдің нәрсесінен де қорықпайды. Не істегісі келеді, соны істейді. Яғни душаға қалай интересно, сол нәрсені істейді. Бірақ кармический болса, өтеймін, ничего страшного деген сияқты солай ойнайды. И біз солай ойнап, қазір әртүрлі опыттардың вкусын біліп, дәмін сезіп, енді өзіміздің болашағымызды басқа вкусқа ауыстырайын деп жатырмыз. Уже біз мысалы мучной нәрселердің барлығын өткен өмірде жеп көрдік. Бір өмірде булочкет, бір өмірде бауырсақты, бір өмірде пирожкет, бір өмірде бір кексті жеп көрдік та. Енді мен новый өлшемге өтем да, морепродуктының дәмін сезінгім келеді деп.
яғни соны өзгертеміз. Біз 5-ші өлшемге өткен кезде де бізде андай дым болмайды, андай рахаттанып аспанға қарап жатамыз деген сөз емес. Ол жақтарда опыттар болады, ол жақтарда сценарий болады. Жерге келдің ба, міндетті түрде ойнайсың деген сөз. И біз ойнағымыз келмейді көбіне, ондай душаның опытын толтырғымыз келмейді да, просто ана коллективті сознанияда отыра бергіміз келеді. Маған ешкім тиіспесе, мен тиіспесем, сен тиіспесең, мен тиіспе деп отыра бергіміз келеді. Ветканы, мысалы сіз бір нәрсені армандадыңыз ба, сол арманыңызды сіз создавать етуіңіз керек. Создавать ету үшін не керек? Энергия керек. Энергия жерде немен өлшенеді? Ақшамен өлшенеді. Яғни сіз сол нәрсені создавать етуіңіз керек болады. Қазір көбіне армандарымның бәрі ақшаға келіп тіреледі. Мен психолог болғым келеді, бірақ менде ақша жоқ деп айтады, потому что энергияны сіз салуыңыз керек. И ол ақшамен өлшенгендіктен жерде ақшамен саналады. Жоғарғы өлшемде мүмкін ол деген просто бір энергиямен өлшесе, сіз сол энергияны беруіңіз керек деген сияқты. Жалпы жаңағы видеода да осы туралы ақпараттар беріледі. Негізгі душа, ол жерде негізгі душа туралы бірақ айтылған жоқ, қазір енді айтып отырмын. Жалпы көп адамдар осы бот душалар не деп сұрайды да? Бот душалар ол сондай бір кәдімгі адам бейнесіндегі роботтар деп айтса болады. И ол мысалы кейбір адамдар, мен деген оянып жатырмын, туған туыстарым оянбай жатыр, мынау неге бүйтпейді, мынау неге сөйтпейді, бұлар деген жаңағы өліп кететін болды ғой, сонда өтпей қала ма деген сияқты қорқыныштар болады да. Оның өзінің бір душасы бар, бір жақта жүрген. Мүмкін ол сіз болуыңыз мүмкін, мүмкін ол басқа біреу болуы мүмкін. И главное, бізге кәрі рухтардың оянғаны жетеді. Кәрі рухтар оянған кезде басқа бот душалар да оянады. Яғни барлығы переходтан былайша айтқанда өтеді. Жалпы бот душалар туралы, главный душалар туралы айтылатын нәрсе осы. Жалпы негізгі душаларда олар көбіне миссиямен келеді. Айттым ғой жаңа жерде. И миссиямен келген кезде оларды жойып тастауға тырысады. Жаңағы бізде параллельный вселенныйда өмір сүретін сущностьтар бар, рептилдар бар ғой. И олар мынау жерде келген главный душаны өлтіріп тастауға тырысады. И өзін оянуына кедергі келтіреді. Мысалға, главный душаға адамдар да үйір болады, шайтандар да, жындар да бәрі үйір болады сол адамға. Соның энергиясын алып қойғысы келіп тұрады. Және главный душаларда всегда өлім аузынан қалатын ситуациялар өте көп болады. Еще ол адам мынадай талпы адамдарды оятуға келіп тұрған адам болса, тем более кішкентай кезінен құртып тастау үшін өте көп ситуациялар болады. Және негізгі душалар үлкен порталдардың үстінде туылады. Яғни олардың мекен ететін жері, дүниеге келген жерінде белгілі бір портал бар деген сөз. Сол порталда туылады кішкентай кезінен, жаңағындай адамдарды бессознательно раздражать етіп тұрады, мамасы ұра бергісі келеді, папасы ұра бергісі келеді, потому что олардың бойында тоже қара энергиялар бар ғой. И ана душаны кішкентайынан отын өшіріп тастауға тырысады. И өлім аузынан бірнеше рет қалады. Және матрица құтқарып тұрады ол адамды. Мысалға жолда келе жатасың, көлік аударылып кетеді, и көзің бақырайып ішінен аман қаласың. Как это деп? Біреуге бірдеңе болып қалады, бірақ сен аман қаласың. Или машина вроде сені қағайын деп тұрады, сен пешеходта келеді, сен қағайын деп тұрады да, бір қарасаң ана машина келе жатқан еді ғой, бірақ ана жақта тұр да, матрица бүйтіп лақтырып жібереді. Яғни сөйтіп аман алып қалады. Или бір ер адам зорлайын деп келіп тұрады да, бірақ та бір минуттан есін жиып алады, кетіп қалады деген сияқты. Сондай қауіпті нәрселер өте көп болады. Қазіргі бұл жерде отырған адамдардың көбісі осындай оятуға келген наставниктер, былайша айтқанда, өте мықты адамдар отыр. И олар подтверждать етеді осы сөзімді. И бәрінде сондай ситуациялар өте көп болған. Көре алмайтындар, қызғанатындар деген сияқты. И всегда жоқ қылуға тырысатын душалар, сущностьтар сондайлар көп болады. И всегда солармен қырылып сөйтіп жүреді. Қасиетін жауып тастайтын, жаңағы қарсы шығатын, түсінбейтін сондай бір адамдар өте көп болады. Және бізде осы параллельді әлемдер туралы ақпарат где-то бізге 4 ай бұрын ба, 5 ай бұрын ба ашылған болатын. Қалай ашылды? Менде мынандай на жерім, аяғымның мына жағы өз-өзімен ауыра береді.
и аяғым осылай тұрады, андай бүксем болады ғой, но ішке кіріп кеткен сияқты ауырады да, как будто бір сүйегім бүйтіп майысып қалған сияқты. И мен түсінбеймін. Көбісі мына жерде қасиеті бар адамдар біледі, өзінің нәрсесі өзіне өтпейді, өзін өзі емдесе өзіне өтпейді, өзі туралы бір нәрсе сұраса оны көрсетпейді деген сияқты. Солай менде тура сондай болады всегда. Мен өз нәрсемді өзім жасай алмаймын, маған біреу көмектесу керек. И солай сол жерім ауырғаннан кейін қасымыздағы тағы бір қыз бар, сол қызға айтсам, ол келді да үйге, и сфераны ашып қарасам, не көріп тұрсың десем, мен бір қызды көріп тұрып, шашы каре, не киіп алған, школьный форма киіп алған, и пешеходтан өтейін деп тұр да. Сосын мен ойлап тұрмын, өткен өмір ма, вроде бы мына жақтың бәрі қазіргі уақытқа ұқсайды екен деп сөйтіп айтып жатырмын. Автобус та бар, бүкіл қазіргі уақыт сияқты деймін. И сол жерде телефоныма қарасам, телефон бар, и қарасам, дата тура алдыңғы күнгі дата, бір күн бұрынғы дата. И осы жыл былтыр болған, 2024 жыл. Сосын, что-то интересно деп ары қарай барамыз, телефон шығып келе жатам да, құлағымда наушник, аузымда сағыз кетіп бара жатам да, неге автобус келіп мен қағып кетеді, мына жерімнен қағады ғой. И ана қыз неге түсіп қалған, басынан қатты удар алып, неге түскен, комаға түсіп қалған. Қарасам, больницада жатыр, и андай неде жатыр, аппарат сияқты да жатыр. Сосын бір дауыс айтады да, мына душа қазір жоғары кетуі керек, сен оған көмектесуің керек дейді да. Сосын бір текстарды айтқызды, и сол текстарды айтсам, ана душа көтеріліп кетті да. Сосын бұл не десе, бұл сенің параллельный вселенныйдағы сенің бір душаң дейді да, сенің бот душаң деп айтып тұр. Сонда мына бот душа авария болып жатырса, мен мына жерім өз-өзімен ауырады. Бывает, иногда басың 1-2 секунд ауырады да, сосын қойып кетеді. Не үшін екенін түсінбейсің ғой. Сондай кезде параллельный вселенныйда сенің бір жаңағы бөліп берген душаңа бір нәрсе болып жатады деген сөз. Одан кейін тағы бір күні қарасам, ауа жете алмаймын, дей беремін да. Тоже қарасам, бір елді көрсетеді, и тоже больницаның комнатасын көрсетіп тұр, ер адам жатыр, ата болып жатыр да. Тоже бұл не десем, сенің тоже параллельный бот душаң дейді да, и бұл тоже өтуі керек өмірден, ашып жібер дейді, ана порталды типа қалқалмасын деген сияқты. И ананы ашып жіберген, сосын менде қояды ана нәрсе. Яғни біздің параллельде өмір сүріп жатқан бот душаларымыз главный душаға әсер етеді. Мысалға, сіз анасыз да, бірақ балаңызға бір нәрсе болайын деп жатса, сіз сезесіз ғой. Тура сол сияқты бот душаңызда бір нәрсе болып жатса, сіз оны денеңізде босын сезесіз. Бірақ оны андай глубже ешкім бүйтіп ашып қарап жатпайды әрине. И мынандай нәрсе болады. Біз бір нәрселерді оқи береміз, я? Негізгі душалар білімге кішкене құмар болады ғой. И оқи береміз. Мысалға, сіз визажистің курсын сатып алдыңыз. Оған 200 000 теңге төледіңіз, 3 күн бойы оқыдыңыз, 500 000-ға косметика алып алдыңыз да, и ананы жасайын десеңіз, жасағыңыз келмей қалды. Сосын айтасың, мен 1 миллиондай ақша құрттым, бірақ істегім келмей қалды. Қуанба, бір нәрсе осы деп, неғып осындаймын, мен болмайтын нәрсеге ақшаны құрта берем деп ойлайсыз да. И осы моментте сіздің сфераңыз арқылы қараса, сіздің бір бот душаңыз, мысалға 18 жаста, и ол ата-анасына көмектесу үшін мен салонда қызмет етем, визажист боламын, күндіз оқимын да, суббота воскресенье той болады, ана болады, визажист боламын да, ақша табамын деп, ол да обучение жасап жатады да, бірақ оның жанының бөлшегі құттай ғой, титімдай ғой, и анаған обучениені үйрену қиын болады. Үйрене алмай жатады, ақша таппай жүреді, қиналып жүреді да. И сол кезде мына главный душа келеді да, сіз осы өмірде обучаться етесіз да, ана обучениенің барлығын энергиясын аласыз да, ана душаға жібересіз. И ана душа тұрады да, оқып, өзінің жаңағы жазылған сценарийына байланысты өтіп кетеді. Мысалы, сіздің балаңыз жазып үйреніп жатыр да, енді А деген жазуды үйреніп жатыр. И ана қисық-қисық жазған кезде сіз қолынан ұстап, ручканы ұстап, бүйтіп А деп жазғызасыз ғой. Тура сол сияқты біз иногда өзіміз білмей бот душаларымызға көмектесіп тұрамыз. Мысалға, бір бот душа сотталайын деп жатса, или бір білімі жетпей жатырса, сізде өз-өзімен сол бір адвокат болуға, юристтарға, заңдарға деген желание ашылады да, сосын бір уақытта жабылып қалады. И біз айтамыз, неменеге осындай болады, түсінбейміз дейміз ғой. На самом деле, әлемде ешқандай нәрсе құрдан құр, бостан бос болмайды. Барлық нәрсе белгілі бір дәрежеде
сізге керек деген сөз. Яғни біз осылай өмір сүреміз. Өте қиын механизм бар, шын мәнінде бар. Мысалы, мынау сағат, былай қарасаң просто сағат. А бұны бөлшектесең, мынаның экраны бар, ішінде неше түрлі миллион миллиард функциясы бар, адамның жаңағы шагын есептейді, жүрек қағысын есептейді, звоноктарға жауап береді, камерасы бар, ішінде әртүрлі функциялары бар, былай ішіне глубже қарасаң. Адамды тура солай бітіп сыртымен қарасаң, әшейін адам ғой дейсің да, бірақ ішіне кірсең, ананың несі бітпейді. Ашыла береді, ашыла береді, ашыла береді. Мысалға, кеше біздің жобадан өткен бір кісі айтады, нені жаратушымен жасаған техниканы жасағаннан кейін өз-өзімен ашу қысып, өзі тоже қабілеті бар кісі, қасиеттерімді, көретін нәрсемді көрмей қалдым, бір жолым болмай кетті дейді да. Сосын пространствосын ашып қараса, ол кісі уже цивилизацияның несі қосылып жатыр, энергиясы. Цивилизация кезінде ол кісі Құдайға қарсы шыққан, Құдай оның қасиетін алып қойған ғой. Мынау Құдаймен байланысып жатқан кезде цивилизациядағы өмір қосылып кетеді ғой. Ана кісі өз-өзімен ашу қысады. Еще Рутта тоже бір сондай өмірі болған, ешкімді тыңдамайтын, тез көтеріліп кететін сондай не болған, бір өмірі болған. Ана жердегі өмір мен аяқтағы өмір синхронизация болғанда, ана кісінің көңіл күйі бір күнде вообще басқаша болып кеткен. Ана душаны жіберіп болғаннан кейін қайтадан босатты дейді. Онда ол кісі осы уақытқа дейін неше түрлі психология номына нәрселермен айналысқан. Бізден келіп кармология деп жаңа проектін өтті. Проектін өтіп болғаннан кейін ата тегін кеп тазалады. Енді болды ма десем, мына жақта цивилизация қосылып тұр. Бізде де тура сондай болады. Енді мынау нені тазалап атсаң, кармаңды тазалап атсаң, мына жақта цивилизация қосылып тұр. Ол цивилизацияны тазаласаң, мына жақта боги қосылып тұр. Богиларды тазаласаң, мына жақта тағы бір нәрсе қосылып тұр. Ол бітпейді солай. Бір орында қалып қалсаң, бір орында қалып тұра бересің. Су бір орында тұрса сасып кетеді ғой. Тура сол сияқты адам саси бастайды. Сол себептен біз алдыға ұмтылу үшін әртүрлі нәрселер слой-слоймен ашыла береді. Жалпы ветка реальностьтар туралы тақырып осындай. Сіздерге түсінікті ма? Адам деген өте бір терең механизм. Сіздің мына өмірде мен ешкімге пайдам жоқ деп ойласаңыз, өте қатты қателесесіз. Сіздің қазір мынау жобадан өткеніңіз болсын, или басқа бір психологқа барып бір тал травманы шешкеніңіз галактикаға әсер етеді, шыны керек. Мен негізі ботушалар туралы көп түсінбей жүрдім. Қалай сонда, мен сонда любой адам, мысалы мен қатты жақсы көретін адам ол бот болуы мүмкін ба деген сияқты нәрселер болды. Мен матрицада өмір сүреміз, симуляцияда өмір сүреміз деген кезде менде депрессия болған. Өте ауыр тақырып екен дейді. Түсіну үшін 7 рет қарап шығамын дейді. С праздником дейді. Рахмет. Прана оқыдым, құлшыныс жоқ, неге екен, ботқа қатысы бар ма дейді. Мына жерде бар ғой, көбіне өзіңізде бір қорқыныш сияқты тұрғанын көрсетіп тұр. Бірақ та барлығы ботушаға қатысты деп оны да игнорировать етіп тастауға болмайды. Ботуша сіздің мойныңызда тұр ғой, сіз оны алып шығуыңыз керек. Соңғы уақытта жүрегім қатты шаншып жүр дейді. Жердің вибрациясы деген қатты көтеріліп жатыр. Прям ұшып бара жатыр қой. Мен самолеттің ішінде отырған кезде самолет қаншалықты жылдамдықпен ұшып бара жатқан адамға білінбейді ғой. Тура сол сияқты жердің де көтеріліп жатқаны адамға қатты білінбейді. Но турбулентный зонада давлениесі бар адамдардың барлығы кішкене самолетті шайқалады ғой. Тура сол сияқты болып жатыр ғой қазір. Бот деген қиын екен дейді.
Бұл жерде тақырып негізі реальностьті ауыстыру ғой, ветка реальностьті. Қазір біз соған байланысты техника жасайтын боламыз. Және техниканы жасаған кезде сіздер прям жауапкершілікпен жасауларыңыз керек. Мына веткадан мына веткаға ауысатын кезде ортасында период болады, разрушительный. Сіз мықты психолог болам десеңіз, психолог қылатын нәрселер кездеседі. И солар кездескен кезде, неғып бүйтіп жатыр, мен дұрыс істемей жатырмын, сенің техникаң жасаған соң осындай болып кеттің деген нәрселер болмау керек. Зачем нужно ботать? Боттар бірінші кезекте матрицаны толтыру үшін керек. Бір жағынан главный душаға көмектесу үшін керек. Тағы бір жағынан рух сол бот душалардың арқасында да опыттар алады. Мысалы, бір душаны жерге жіберіп қойып, бір душаға қарап отырмайды ғой. Бірнеше бот душаларды да жібереді, барлығы оптым рухқа опыт жинап алып келеді, былайша айтқанда. Сосын ондай матрица, бұл еще глубже, ладно, бұл туралы айтпай қойын. Бұл жерде вообще кукла сияқты душалар болады. Түсіну қиын болып тұр дейді. Бірнеше рет тыңдай беріңіздер, және ютубта да әртүрлі ақпараттар бар. Бірақ шыны керек, мен ютубтағы ақпараттарды түсінбедім көбісін. Мен көп нәрсе оқыдым, осы менікі деп кейін жасамадым. Ойбай, мен деген вообще бір-біріне ұқсамайтын миллион нәрсені оқығам ғой. Мен мысалы кармологияны оқып жүремін да, и резко менің салонный бизнеске желанием ашылады да, салонный бизнеспен айналысам, салонный бизнесті айналысып жүріп жүремін да, какой-то вообще бір-біріне ұқсас мен архитектураға қызығып кетемін, архитектураға қызық жүремін да, бірден вообще өткен өмірге қызығып кетемін, потолок бүйтіп түсіп тұрады. Анар Дрим деген жігіт тоже күшті айтады дейді. Жеке кездесу үшін жобаға келсеңіз болады. Сосын мен жобадан басқа ешқандай не жасамаймын, техникалар, проекттар бөлек, өзім бөлек жасамаймын. Жобаны ғана жүргіземіз. Ол жерде Жанат ханым бәріміз бірге. Бот душамыз көп, бірнеше ме дейді. Егер сіздің жаныңыздың деңгейі биік болса, мысалы сізде 10% болса, сіздің бот душаңыз тоже көп болады. Бірақ егер сіздің жаныңыздың проценті тек 3% ғана болса, онда бот душаңыз более-менее азырақ болады. Так, қазір сіздер жайғасып жатып алыңыздар. Біз реальностьті ауыстыратын техниканы жасайтын боламыз. Сосын жобаға көбісі келгісі келеді, бірақ жазбайсыздар, жауап бермейсіздер, неғып мен деген 5 ай күтуім керек деп сөйтіп кейбір адамдар возмущаться етеді, потому что әркімнің өзінің уақыты болады келетін. Сіз уақытынан бұрын келіп алсаңыз, сізде ашылмайды, тағдыр кітабы ашылмайды. И сіз түсінбеуіңіз мүмкін жобада айтылған нәрселерді. Сол үшін біз сіздің срогыңыз 1 жылдан кейін, сіз 5 айдан кейін келесіз, 2 айдан кейін келесіз, сізге я деп тұр, сізге жоқ деп тұр деген сияқты ақпараттарды береміз. Қазір біз сіздермен техника жасаймыз. Мен қазір мынаны өшіріп сақтаймын да қайта кіретін боламын. Сіздер жатып, жайғасып, тыныш жерде, ешкім кедергі келтірмейтін жерде жайғасып алыңыздар, жақсы ма?